әжесінің бақшасында серуендеп келе жатып, бала қоршаудың жанындағы ескі қарабөшкті байқайды. Оның елу жылдай жерде қаншалықты терең тұрғанын білуге қызығушылық танытты. Ол ұзақ уақыт бойы бірнеше рет қарады және қорықпады. Іші қараңғы және салқын, тереңдігінен басың айналады. Ал әжесі оны қара қолдар сүйреп кетуі мүмкін деп қорқытты. Содан кейін олар оны тереңдігін ешкім білмейтін біледі. Бала әрқашан оны айналып өтеді. Күннен күнге қызығушылығы артып, жылдан жылға қызыға бастайды. Бала 15 жылдан кейін өсіп жігіт болады. Әжесі қайтыс болады және үйде 5 жыл бойы ешкім тұрмады. Ал жігіт жылына 3 рет осында келді. Сондықтан олар оны сатпағанша оны алып кетпесін, көп бетін жауып тастағаны туралы есіне алды. Бақшаға барып қарабөшкені қараса, суы төгіліп құрғап кетіпті. Енді мен бұл үлкен қарабөшкенің түбін көремін деп ішіне үңіліп қарағанда, сайттан әлі де бар екеніне көз жетті. Сатанғалар, мынау не?